Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте жеңіл, пайдалы әрі дәмді салат жасаймыз. Оп-оңай 5 минутта дайындалады. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен рукколаны жуып, кептіріп аламыз. Содан соң брынзаны орташа көлемде тураймыз. Егер сізге рукколаның қышқыл дәмі ұнамаса, 1-2 тамшы 5 немесе 9% уксусқа тамызып, 5 минут суға салып қойсаңыз болады. Черри қызанақтарын 2-ге бөлеміз. Грек жаңғағын осылай қолымызбен немесе пышақтың көмегімен ірілеу етіп турап аламыз. Барлығын ыдысқа салып, тұз, базилик қосып, зәйтүн майын құйып араластырамыз. Міне біздің салат дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Сіздермен болған Ұлмекен. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ас болсын.